Ilgeride bir патша өмір сүрді. Мұсылман емес еді, кәпір патша. Оның өте дана бір уәзірі болды. Уәзірі сондай ақылды, көп мәселе мен кеңеседі. Мемлекеттің шаруасын шешеді, сыртқы саясатын, ішкі саясатын, шаруашылық бәрін сол ақыл енді жаңағы уәзірдің миы басына сыймай тұрғанда келмеді адам екен. Тіпті үйіндегі проблемаға да сонымен шешеді, сонымен патша мен уәзірдің бір-біріне жақын болған соншалықты екеуі тек қана кешке жатар орнағанда бастары ажырайды екен. Сөйтіп жүрген кезде патша ауырады, қатты ауырады, дәрігерлер келеді де айтады, бұл патшаға бұл ауру өлімге көрінді, енді патша бұдан жазылмайды, өледі дейді. Осы сөз естіген кезде уәзірдің жүрегіне уасуас кіреді, азғыру кіреді, айтады, патша өлетін болса, ел патшасыз болмайды да, бір патша керек бұл елге дейді. Патша керек, енді өмір бақи өлгенше уәзір болып жүрейін ба? Мен де бір патша болып шырқап көрейін деген ой келеді да, қорыққан бірінші жұдырықтайтын әрекетіне салып, елде патша ауыр өлейін деп отқан кезде, мен осы лайықтымын, мен қатырамын, сендер бәрін не қылам, бүйтем, қазір айтамыз ғой, мен сені бүйтем деген сияқты. Соның бәрін айтып, елге өзін жариялай бастайды. Сөйткен кезде, қызық болған кезде, ажалсыз өлмейді дегендей патша қайтадан жаза бастапты да. Бойына әл кіре бастапты, бетіне нәр кіре бастапты. Сөйтіп аяғында тұрып, ойпырмай, көп уақыт жатып қалыппын төсекте, халқымен жүздесейін деп патша еліне шықса, елдің беті уәзірге болып қалған дейді. Ел уәзірді патша сайлап қойды. Бұған қатты ашуланған патша уәзірге ашуменен келеді, өлім жазасы деп өлім жазасын қол қойып жібереді. Өлтіріңдер мына уәзірді дейді. Өлім болғанда олардың мынандай екен. Бір алаң бар, алаңда баған бар, бағанға адамды байлайды екен, бір иттер болады, төбет иттер адам жеуге кетілген. Соны әбден ашсайды екен, бүкіл елдің көзінше итке талатып, шиққанын сол жерде өлтіреді екен, тірідей. Уәзірді сол өлім жазасына кеседі. Бір айдан кейін осы кесім орындалсын дейді. Уәзір бейшара ай нең бар еді деп жаңағы зынданға жылайды дейді. Бір күн жылайды, екі күн жылайды, тегінен қазылмайды ғой. Сонымен уәзір айтты, қаншаға жылай берейін? Бір құтылатын жол іздейін депті да, мынандай шара іздепті, қараңыздар уәзірдің тақырында. Зынданның күзетшісіне айтады дейді. Сен мені бір сағатқа жіберші, бір-ақ сағатқа басшыға келіп жүр. Егер бір сағат бостандыққа жіберсең, мен 40 жыл уәзір болған адам, менде дүние деген жетер. Сол бір сағат бостандық үшін дейді, мен саған жұдырықтай алтынды сөз беріп ұстатып кетемін дейді. Күзетші көнеді. Сөйтіп бір сағатқа жіберіп, бір сағат бостандыққа шыққан уәзір не істейтінін білесің бе? Жүгіріп барып әйеліне бармақты дағы. Бала шағасын маңдайын барып иіскепті. Бауырларымен барып жыласып өбіспепті. Шыққан бойда, жүгірген бойда бостандықтың қадірін түсірген уәзір өзін жетіп иттерге барды. Сөйтіп иттің асыраушылығы айтады дейді, әй асыраушы, сен маған рұқсат берші, осы итке беретін жуындыны мен берейінші, кешке дейін жинап қойшы, тамақ бермей иттерге. Сосын кешке мен берейінші, бір сағат рұқсат берші, сен соған рұқсат берсең, итке жуынды құюға, мен саған жұдырықтай алтын беремін деді. Сөздің мәнісін түсінген шығарсыздар. Сонымен көп келсе, оймен жуынды беріп, ал өзім жұдырықтай алтын берсем, әлбетте беремін жуынды дейді. Сонымен итке бірінші күн жуынды береді, екінші күн, үшінші күн иттер таниды, ит иісшіл болады. Төртінші күн уәзірдің иісін алыстан көрген құйрықтар болғанда, алтыншы күн уәзір иттің ішіне кіріп жүріп, маңдайларын сипап жүріп, тамақ беріп жүр дейді. Итті өзін үйретіп алды. Қазақта мақал бар, ер туған жерде, ит тойған жерде деп сұраған. Сонымен бұл бір ай өтеді, патшаның жанында орындалу керек, өлтіретін болады уәзірді, алаңға келіп бағанға байлайды, иттерді 2 күн ашық ұстайды, сөйтті ал енді бүкіл адамдарды қоймай талап өлтіріп иттерді жіберіп қойып, бүкіл ел ені қарап отыр, ай уәзірге обал болды дейді, біреусі керегі сол еді дейді, біреу жақсы адам еді дейді, біреу ой осы ақыры осы жүріп осы жететін жерге түсті деп айтады, біреуге орғасын өзінің сөзін деген осы ғой деп біреу отырады. Сөйтіп итті жіберсе, иттер жүгіріп келіп уәзірді жеудің орнына шиққан мақтамайды, бетін жалап, құйрықтарын бұлғаңдатып, еркелеп жатыр дейді. Патша таң қалды, мынау адамға шайтан болсын. Бұл қалай дейді? Сөйтіп айтты, оған итті әкеліңдер енді, мынау уәзірді мынау жемей жатыр, не істейсіңдер? Жемей күтіп отыр едіңдер, жейтін жоқ. Енді итті әкелейін деп қарауылдар болса, ит уәзірді қорқап әуре дейді. Қарауылдар қуып жүреді. Сонымен жорға дегенде уәзірді иттің арасына алып шығып, патша сұрап десе, не болды десе, жаңағы уәзір патшаға шындығын айтты да, былай депті да, тақсыр, мен
шындығын айтайын, зынданнан 1 сағат бұрын алып қаштым деді. 1 сағат ит асырадым деді. Сол итке жуынды берген үшін ит екеш ит болса да менің жақсылығыма жақсылық қайтарды деді. Енді мен сіздің қасыңызда ит емес адаммын ғой, 40 жыл еңбек еттім ғой адам. 40 жыл еңбегім үшін бір қырсығымды кешіре салмайсыз ба деген екен. Сөйтсе айтты, сенің басың осы істемейді деп кешірем, және сен қайттан уәзір боласыңдар деп. Уәзір боласыңдар, уәзір сайлап. Субханалла, қараңыздаршы. Итті бәріміз көрдік па? Көрдік. Иттің деген білеміз. Сол ит бейшара жұмылды береміз. Жіліктіміз бұзаймыз. Сөйтіп сүйерін тастаймыз, соған мәзі. Енді тәттідан жеміз, жұмылдың бәрі араласып, ішінде забарқыда кетеді, басқасы да кетеді, ішінде памперсы кетіп қалады деген. Ит болған айтпайды, че там, не нам памперсы, жүріп әкеміз, мен айтпайды. Мәзі, риза. Сөйтіп еще жетпегенде памперспен қосып торпан ішкен ит қиналмай түнімен бізді қарауылдайды. Біз рахаттанып ұйықтаймыз. Малды қарауылдайды, машинаны қарауылдайды, басқан түнімен шақылап жүрген бір-бір. Не үшін? Маған хозяйын жұмылды берді депті. Қыстың күні біз жылы жерлеп көрген азында ол бейшара қардың үстінде шақылап жүр. Соның бәрі сол ит екештің бір ғана жұмылды берген үшін бізге жақсылығын қайтарып алды. Ой, субханалла, енді Аллахтың бізге берген жақсылығын қараңыздаршы. Біздің ішіп жеп жүрген тамағымызға қараңыздаршы. Құранда Алла айтады: "Фалянзурил инсану иля таамих." Адамдар ішіп жеп жүрген тамағына қарасын дейді. Не ішіп жатырмыз? Не жеп жатырмыз? Қызылды, жасылды, тәтті, ашты, тұщы бәрі қуырып қуырдақты да, сүрлеп қаздың да, жаңағы бешбармақты да, бес саусақ салып, бәрін жеп жатырмыз, қымызын да ішіп жатырмыз, бүкілін жеп жатырмыз. Бірақ соның бәрін берген Құдайымызға ит құрлы бір құлшылығымыз болмаса, қызметіміз болмаса, онда шынымен адамгершіліктен төмендеп